Сәлеметсіздер ме? Горизонта каналына қош келдіңіздер. Бауыржан жай жүк машинасының жүргізушісі. Бір күні суық орманда жылап тұрған 6 жасар қызды тауып алды. Осы бір тоқтаудан оның бүкіл өмірі өзгерді. Жетімханадан шыққан жігіт 27 жылдан кейін анасын тапты. Байды жылатты. Жетім балаларға тірек болды. Бір тойда барлығы байланды. Бұл кездейсоқ емес еді. Өйткені өмір кейде бір сәтте, бір шешімде, бір тоқтауда мүлдем басқа бағытқа бұрылады. Нұрлан, аяулым, Майра бәрі бір жіппен тізілді. Ал оның бастауы сол орман, сол жылаған дауыс. Осы хикаяны соңына дейін тыңдасаңыз, жүрегіңіз жылайды деп кепілдік беремін. Жүк көлік жүргізушісі орманда адасып кеткен кішкентай қызды құтқарып қалды. Ал мектеп оқушысының әкесі алғыс ретінде оны қала сыртындағы мейрамханадағы жабық тойға шақырғанда, сол жетім жігіттің әңгімесі байларды еңкейтіп жылауға мәжбүр етті. Мен бұл туралы ешкімге айтқым келмеді. Ұзақ уақыт бойы іштей сақтадым. Қайта-қайта ойладым, өзімді тыйдым. Бірақ уақыт өте бір нәрсені түсіндім. Кейбір оқиғалар жүректе тым ауыр жатады. Оны сыртқа шығармасаң, ол сені іштен жейді. Сондықтан бүгін айтамын, бәрін. Қалай болды? Не сезіндім? Не ойладым? Бәрін. Бастапқыдан аяғына дейін. Менің атым Бауыржан, 34 жаста. Жүк көлік жүргізушісімін. Жұмысым жол. Таңертең шығасың, кешке оралмауың да мүмкін. Кейде 2 күн, кейде 3 күн жолдасың. Бұл менің өмірім. Маған осы жол таныс, осы жол үй сияқты. Мен Алматы облысында туып өстім, шағын ауылда. Анам мені 7 жасында жоғалтты. Өтпелі аурумен кетті. Әкем болды. Бірақ ол кеткен соң өмір басқаша болды. 14 жасымда сол кетті де. Жетімханаға түстім. 16-да шықтым. Жұмыс іздедім. Алдымен дүкенде, кейін авторемонтта. Сосын жүк машинасының орынбасар жүргізушісі болдым. Үйрендім, тәжірибе жинадым. 27-де өзім жүре бастадым. Міне сол жетім жігіт мен. Ол күн қараша айының басы еді. Аспан ашық болатын. Бірақ желтоқсандай суық тыныс бар. Мен Шымкенттен Алматыға қарай жемістер тиеп жолда едім. 25 тонна жүк. Жол таныс, машина сенімді. Радионы іске қосып, жолды бақылап отырдым. Бұл менің күнделікті тіршілігім. Кентаудан шыққан соң шамамен 50 шақырым жүрдім. Орман жолы. Оңтүстіктің қалың қарағайлары екі жағымды жауып тұрады. Жол тар, бірақ таныс. Сол жерде болатын еді, ол оқиға. Жолдың оң жағында, орманның шетінде жылаған баланың үні естілді. Алдымен сенбедім. Радио шуы шығар деп ойладым. Бірақ одан кейін тағы да анық жылаудың дыбысы. Балалардың жылауы. Тоқтадым. Машинамды жолдың шетіне қойдым. Түстім. Желтоқсанның суығы бет аузында шымшыды. Орман тым-тыныш. Тек сол жылау ғана. Жүрдім. Шымшыды. Ағаштарбын арасымен 10-15 метр кіргенде көрдім оны. Кішкентай қыз. Жасы 5 пен 7 арасында болар. Ақ бас киімі, қызыл куртка. Ағаштың дірілдеп тұрды. Аяқтары жерге тиіп тұр. Бірақ ол жүре алмайтын сияқты. Мен жақындадым. Ол мені көрді. Одан сайын жылады. Шошынды. Қорықпа дедім. Мен ештеңе жасамаймын. Адасып кеттім бе? Ол жауап бермеді. Тек маған қарап тұрды. Жанарлары үлкен, қорқыныш толы. Атың кім? Аяулым деді ақырын. Жасың нешеде? 6. Папаң мамаң қайда? Ол тағы жылады. Ештеңе айта алмады. Мен жақын келдім. Тізерлей отырдым. Оның деңгейіне түстім. Қараным оның бетіне. Суықтан беті қызарып кеткен. Аяқтарын қараным. Аяқ киімі дымқыл. Орман ішінде бірнеше сағат болған сияқты. Жүр дедім. Суықтан қатып қаласың. Машинамда жылы. Ол сенбеді. Мен білдім. Бала бейтаныс адамға сенбейді. Бұл дұрыс. Мен тоқтадым. Ары-бері асықпадым. Жай ғана сөйлесе бастадым. Мен Бауыржан ағай. Жол бойымен жүремін. Сенің атын Аяулым. Бұл өте ұлы ат. Қай жерден адасып кеттің? Мектеп автобусы кетіп қалды. Автобусты жіберіп алдың ба? Жаман болды. Бірақ ештеңе емес. Қазір мамаңа хабарласамыз. Телефон нөмірін білесің бе? Ол басын изеді. Мен телефонымды шығардым. Ол нөмірді айтты. Дірілдеп бірақ айтты. Мен терді. Бірінші рет жауап бермеді. Екінші ретте. Үшіншіде жауап берді. Жылаған дауыс. Ана. Аяулымның жанындамын. Сіздің қызыңыз орманда. Кентаудан 50 шақырым. Мен жүк машинасының жүргізушісімін. Аман есен. Аяғы суық, бірақ сау. Ана бірдеңе деп сөйлеп жатты. Жылап жатты. Мен адресті сұрадым.
Берді. Жылжымасын деп айтып, телефонды өшірдім. Аяулымды алдым. Ол бастапқыда қарсыласты. Мен қолынан ұстай алмадым. Куртканым ішіне ораған орамалымды беріп, өзіме орадым деп айтты. Жоқ. Қыз өзі ормауға рұқсат берді. Машинаға дейін жетіп, ішіне кірдік. Ыстықты іске қостым. Ол дімкәс отырды. Маған қарады. Ағай, сіз жаман адам емессіз бе? Сұрақ жүректен өтті. 6 жасар баланың бұл сұрағы маған тиді. Мен жымайып күлдім. Жоқ, 6 жасар баланың мен жаман адам емеспін. Откуда я знаю, деді ол орысша. Білмейсің дедім, бірақ мен сені үйіңе апарамын, содан кейін білесің. Ол тоқтады, ойланды, сосын жарайды деді. Сол сапарда бірнеше нәрсені байқадым. Аяулым ойлы бала. Үнсіз отырды, бірақ бәрін байқап отырды. Машинаның ішін, менің қолдарымды, жол бойындағы ағаштарды, кейде сұрақ қойды. Бір сұрағы есімде қалды. Ағай, сіздің балаңыз бар ма? Жоқ. Неге? Отбасым жоқ. Жалғыздан тіршілік жасайсыз ба? Иә. Ол бір сәт тоқтады, сосын мен де бір рет жалғыз болдым, орманда. Өте қорқынышты болды. Дұрыс айтты. Жалғыздық ең ауыр нәрсе. Мен бұны ол жастан білген жоқпын. Ересек болғанда ғана түсіндім. Бір сағатта қалаға жеттік. Мекен-жайды навигатордан тауып, үйдің алдына тоқтадым. Есік ашылмай тұрып, ана жүгіре шықты. Аяулымды алды, қысып, жылады. Аяулым да жылады. Мен шеттен тұрдым. Оларды бақылап, бірдеңе сезіп тұрдым. Ыстық нәрсе іш жағынан қысып тұр. Ана деген не деген нәрсе? Сізге қалай алғыс айтарымды білмеймін, деді ана. Жасылы суы аралас. Аты жөніміз? Бауыржан. Бауыржан аға, менің күйеуім сізбен сөйлескісі келеді. Ол мектепте директор. Болады ма? Болады дедім, бірақ асығып тұрмын, жүгім бар. 1 минут қана. Телефон нөмірін алыстым, жолға шықтым. Аяулымның бетін соңғы рет көрдім. Ол маған қолын бұлғаған еді. Менде не сезім болды? Бұны айту қиын. Рахаттық па, жылылық па, немесе жай ғана, бала жақсы болды деген жеңілдік пе? Жолда жүріп бұл оқиғаны ұмытуға тырыстым. Өйткені мен жаман нәрселерге де, жақсы нәрселерге де тым жабысып қалатын адаммын. Бірінші де, екіншісі де маған ауыр тиеді. Осы хал жетімдіктен қалды. Бірақ кешке машинаның ішінде, трассада жалғыз отырып, аяулымның үні есіме түсті. Ағай, сіз жаман адам емессіз бе? Осы сұрақ бүкіл кеш менімен бірге болды. Ол сенді маған. 6 жаста орманда жалғыз тұрып сенді. Мен ол сенімді ақтадым ба? Иә, бірақ жүрегім сол сұрақта тоқтап тұрды. Таңертең Алматыға жеттім, жүкті түсірдім, бірақ жүрегім сол сұрақ. Телефонды қарадым. Бейтаныс нөмірден хабарласыпты. Оқыдым. Бауыржан аға, мен аяулымның әкесімін. Сізбен сөйлескім келеді. Мүмкін болса хабарласыңыз. Хабарластым. Ол жауап берді. Дауысы сабырлы, салмақты. Мектеп директорының дауысы деп бірден байқайсың. Бауыржан аға, сіз менің қызымды аман алып қайттыңыз. Бұл мен үшін ең ауыр ойдан үлкен рахмет. Алғыс ретінде сізді бір жиынға шақырғым келеді. Жабық той, маңызды адамдар болады. Болады ма? Мен ойландым. Мұндай жиындарда мен бейтаныс. Костюмым жоқ, галстугым жоқ. Жүк машинасының жүргізушісімін ғана. Қажеті жоқ дедім. Мен жай ғана жасадым. Кез келген адам сол жерде болса да осылай жасайтын еді. Жоқ деді ол тоқтатып. Кез келген адам жасамайтын еді. Сіз жасадыңыз. Бұл айырмашылық. Мен үндемедім. Жұма күні қала сыртындағы жайлау мейрамханасы. Сағат 7-де. Кеп қалымыз Бауыржан аға. Сізді күтеміз. Телефонды қойдым. Маған ол той туралы ойлаған жоқпын. Бірақ бірдеңе мені тарта бастады. Не нәрсе екенін сол кезде білмедім. Кейін ғана түсіндім. Ол жиын менің өмірімді мүлдем басқа бағытқа бұрып жіберетін еді. Ол жерде мен күтпеген нәрселерді естіп, күтпеген адамдарды кездестіріп, өзімнің жүрегімдегі ескі жараларды тауып аларымды сол уақытта білмедім. Жұма жақындады. Жұма күні таңертең оянғанда алдымен бармайым деп шештім. Не жиын, не байлар тобы, не мейрамхана. Мен жүк машинасының жүргізушісімін. Менің орным жол, руль, радио. Байлардың дастарханында не ісім бар? Кигенім жоқ, сөйлейтінім жоқ. Тілім де олардыкімен бірдей емес. Бірақ кешке қарай бір нәрсе өзгерді. Өзімде түсіндіре алмаймын. Шіркін жұмыс болмаса бос отырдым. Телевизор бар, бірақ бірде-бір арна мені тартпады. Аяулымды ойладым. Ол сенімді, ол жылауды. Ол, ағай, жаман адам емессіз бе деген сөзді. Кеттім.
Шкафтан ең таза киімді алдым. Қара костюм емес, бірақ таза джинсы, ақ жейде, үстіне күнге жейде. Ескі, бірақ таза. Аяқ киімімді тазалап жуып алдым. Шашымды тарап, бетімді жуып шықтым. Айнаға қарадым. Киімімді тазалап жуып. Мен жүк машинасының жүргізушісі, бірақ ұнамды жүргізушімін. Жайлау мейрамханасын навигатордан таптым. Қала шетінде, тау баурайында. Жол асфальт, бірақ тар. Қарағайлардың арасымен кіресің. Машиналар қатарланып тұр. Lexus, Mercedes, Prado. Менің машинам 20 жылдық Ука. Оларды аралап кіріп бір шетке тоқтадым. Есік алдында екі адам тұр, костюмде, иіс суы аңқып тұрған. Менімен сәлемдескенде бір қарасты. Костюмым жоқ екенін байқады, бірақ ештеңе айтпады. Ішке кіргіздіруші адам тізімді тексерді. Атыңыз? Бауыржан. Фамилияңыз? Дүйсенов. Тізімнен тауып бас изеді. Кіріңіз, сізді күтіп тұр. Ішке кірдім. Сол сәт мен сезген нәрсені айтайын. Бұл жер бөлек дүние. Шамдары алтынды жарықпен жанады. Стелдер ақ кесте, гүл. Адамдар барлығы сылтырлаған киімде. Жанашырлар, кедейлерде бар шығар, бірақ сырты барлығы бірдей. Мен сол залда жалғыз жүргізуші болдым. Дереу бір адам жақындады. Орта жастан асқан, шашы ақшыл, дауысы жылы. Бауыржан аға? Иә. Мен Серік Ермекович, аяулымның әкесі. Ол қолымды екі қолмен ұстап алды. Берік ұстады. Маған тура қарады. Рахмет. Сізге рахметімді айтуға сөз таппаймын. Қызымды аман алып қайттыңыз. Ол бізге бәрімізден артық. Мен жай ғана болды ғой дедім. Жоқ, деді ол. Жай ғана емес. Сіз тоқтадыңыз. Тоқтамауымыз да мүмкін еді. Кете беруіміз де мүмкін еді. Тоқтадыңыз. Ол барлық нәрсенің бастамасы. Ол мені столға алып барды. Ем жақсы орын залдың ортасында. Жан жағымда адамдар отыр. Бизнесмендер, мұғалімдер, бір ғалым тәрізді, бірен саран отбасылар. Серік аға таныстырып жатты. Бұл Бауыржан, менің қызымды орманнан алып шыққан адам. Бәрі маған қарады. Бір екеуі қол алысты. Бірі жарайсың жігіт деді. Басқалары жай ғанана жымиды. Үстімді бір рет қарап өтті. Тамақ келді. 5 бармақ, бауырсақ, сорпа. Иісі кез келген ауылдың иісі сияқты. Мен жыбырлап отырдым. Бірақ Серік аға жанымда отырды. Маған сөйлеп жатты. Жұмысым туралы сұрады. Жолым туралы. Аға жанымда отырды. Ол сұрақтарын жай ғана сынамай, шын қызығушылықпен сұрады. Сезілді. 20 жыл жолда болдыңыз ба? 20 жылдан астам. Ұнайды ма? Мен ойлаттырдым. Ұнай ма? Жол. Жалғыз, байсалды, ерікті. Ешкімнен тәуелсіз, өз ырғағында. Ұнайды дедім. Жол адамды тазалайды. Ол менің жауабыма тоқтады, ойланды. Мұны бұрын ешкім айтпаған еді маған, деді ол. Өте дұрыс айтқансыз. Кешке қарай сол жерде бірдеңе болды. Серік аға орнынан тұрып барлығына хабарлады. Микрофон алды. Достарым, бүгін арамызда ерекше қонақ бар. Аты Бауыржан. Кейінгі апта қарашаның суық күнінде Кентау жолында ол менің 6 жасар қызымды орманнан тауып алды. Аяулым бірнеше сағат орманда жалғыз жүрген еді. Суық, жылап тұрған. Бауыржан тоқтады, алды. Үйіне алып келді. Осыны жасаған жай ғана адам. Бірақ ол адам бізге жан сияқты болды. Бауыржан аға, жарайсыз. Зал шапалақтады. Мен не айтарымды білмедім. Орнынан тұрдым. Бәрі маған қарап тұр. Ештеңе жасаған жоқпын дедім ғана. Жасадыңыз деді Серік аға. Отырдым. Жанымдағы бір адам, шашы ұзын, жасы 50 шамасында. Костюмді байқалмай маған сұрақ берді. Аянышты, бірақ асқан сыпайылықпен. Жүк жүргізушісі болып қанша уақыт жүрдіңіз? 20 жылдан астам. Отбасы бар ма? Жоқ. Туыстар? Жоқ. Ол тоқтады, ашық айтты. Жалғыз ба? Иә. Неге? Бұл сұрақ ауыр болды. Мен ондай сұрақтарға үйренгенмін. Жол бойында жолдастарынан естіп жүремін. Бірақ мейрамхананың ортасында, байлар мен мектеп директорының арасында бұл сұрақ бөлек естілді. Жетіндіктен шыққан адамдарда отбасы кешірек пайда болады дедім тыныш. Ол ештеңе айтпады. Маған тек қарады. Кеш ұзады. Тамақтар, тостар, сөздер. Серік аға бірнеше рет келіп сөйлесіп кетті. Аяулым туралы айтты. Ол үйде, ұйықтап жатыр. Бірақ таңертең Бауыржан ағай қайда деп сұраған. Сол сөз маған ең қатты тиді. Бауыржан ағай қайда? Балалар шын сөйлейді.
Олар не сезсе, соны айтады. Жалаулап, бояп айтпайды. Аяулым мені есінде сақтаған, маған елес болмай сақтаған, айтпайды. Кеш жарты түнге жақын болды. Шығуға дайындалдым. Серік аға мені тоқтатты. Бауыржан аға, бірдеңе айтқым келеді. Айтыңыз. Мен сізден бір нәрсені сұрамақпын. Бірақ бүгін емес, кейін, жақын арада, дайын болыңыз. Қандай нәрсе? Ол жымиды. Кейін білесіз. Мен шықтым. Суықты аяқ астында сезіп, машинаға жеттім. Іске қоспай тұрдым. Терезеден мейрамхананың жарығына қарадым. Ол жерде ол адамдар. Бай, оқыған, сылтырлаған. Мен жүк машинасының жүргізушісімін. Бірақ Серік аға, сізден бір нәрсені сұрамақпын деді. Не нәрсе екен? Неге кейін? Неге қазір айтпады? Жолға шықтым. Бірақ сол сұрақ маған ілескен еді. Ол кеш мен үшін жай бір кеш болмады. Бірдеңе басталды. Не екенін білмедім, бірақ бастала бастаған еді. Бір аптадан кейін Серік аға хабарласты. Таңертең мен Тараздан оралып жатқанда телефоны шырылдады. Бауыржан аға, бос болса бірге кездесейік. Маңызды нәрсе айтқым келеді. Тараздан Алматыға жету 3 сағат. Кезден кейін кездесуге уәделестік. Ол мені қала ортасындағы кішкентай кафеге шақырды. Мектеп директорының жұмыс орнының жанында. Барып отырдым. Ол бұрыннан ол жерде шәй ішіп отыр. Маған күліп, қол бұлғады. Отырдым, шәй алдым. Бауыржан аға, мен сізге тура айтамын. Мен сізді бақылаттым. Мен тоқтадым, таңғалдым. Бақылаттым деген сөз маған күтпеген. Не дегеніңіз? Сыпайы айтайын. Аяулымды аман алып кеткен соң, мен сіздің кім екеніңізді білгім келді. Таныстарым арқылы сізді тексерттім. Жұмыс орнымыз, мінез құлқымыз, жолдастарыңыздың пікірі. Кешіріңіз, бұл менің ата ретіндегі міндетім болды. Мен не сезіндім? Ренжідім бе? Иә, бірдей. Бірақ оны ата ретінде түсіндім де. Ол өз қызын аман алып кеткен бейтаныс адамды кексергісі келді. Бұл дұрыс. Тапқан нәрсеңіз? Тамаша нәрсе, деді ол тікелей. Сіз адал адамсыз. Жолда 20 жыл, ешбір жазатайым оқиғасыз. Жолдастарыңыз сіз туралы жақсы айтады. Ешкімге зиян жасамадыңыз. Жетімханадан шыққан, бірақ өз күшімізбен өскен адамсыз. Маған не керек, дедім тікелей. Ол тоқтады. Өз күшімізбен шайын ішіп алды. Менде бос орын бар, мектепте. Бастауыш сыныптарда жанашыр іздейміз. Оқытушы емес, ата сияқты болатын адам. Балалармен, жетім балалармен жұмыс жасайтын. Сіздің тәжірибеңіз, сіздің өміріңіз ол балалар үшін ең жақсы мектеп. Мен тыңдадым. Іште бірдеңе ойнады. Мен мұғалім емеспін. Оқытушы болуыңыз шарт емес. Наставник, тірек, сенетін ересек адам. Жетім балаларға осы жетіспейді. Мен үндемедім. Ол жалғастырды. Жалақы аз болмас. Мектепте жатақхана да бар, егер қаласаңыз. Бірақ негізгі нәрсе сіздің тәжірибеңіз бағалы. Жетімдіктен өткен адам жетім балаларды ешбір кітаптан жақсы түсінеді. Мен сол сәт ештеңе айтмадым. Ойландым. 20 жыл жол. 20 жыл жалғыздық. 20 жыл. Жолдың арғы жағы туралы ешқашан ойламаным. Ойлануыма болады ма? Болады. Бір аптаңыз бар. Шайымды ішіп шықтым. Машинаға мінген соң тоқтадым. Терезеден сыртты қараным. Наставник. Бұл сөз маған жат болды. Бірақ бірде-бір жерде маған таныста болды. Жетімханада наставниктер болған еді. Жақсы емес, кейде суық. Бірақ бір-екеуі жылы болатын. Олар мені ұстаған, аяқтан кетпе деген. Сол сөздер маған оқу емес, өмір болды. Мен де сол бола алам ба? Ол аптада жолда жүрдім, жүктерді тасыдым. Бірақ ойларым кафе сөзінде қалды. Серік ағаның сөзінде, аяулымның бетінде. Ағай, сіз жаман адам емессіз бе деген сұрақта. Жұма күні хабарластым. Жарайды, дедім. Серік аға бір сәт тоқтады. Мен оның ішінде не болғанын білмедім, бірақ ол айтты. Рахмет Бауыржан аға, сіз дұрыс таңдау жасадыңыз. Мен сенбедім. Дұрыс па, бұрыс па, мен білмедім, бірақ барам деп айттым. Міне сол. Бірінші күн мектепте мен тырысып-ақ кеттім. Балалар маған қызық қарады. Бір бала. Ағай, сіз не жасайсыз? Мен сіздермен бірге боламын. Ненің үшін? Сіздермен бірге тіршілік жасаймын. Бірге ойлаймын. Бала маған тағы қарады. Сосын, ағай, сіздің папаңыз бар ма? Мен тоқтадым. Жүрегім бір соқты. Жоқ, дедім. Менікі де жоқ, деді бала. Мен де жетіммін. Мен ол баланың жанына отырдым. Аты Нұрлан. 9 жаста.
көздері үлкен, мөлдір. Кімге де болса сенгісі келеді, бірақ сенуден қорқатын. Мен оны бірінші қарасымда-ақ таныдым, өйткені мен де солай болдым. Нұрлан дедім, мен де жетімдіктен шыққанмын. 14 жасымда жалғыз қалдым. Сенімен бірдей болдым. Ол маған тікелей қарады. Бұл жерде бірдеңе болды. Адамдар арасында кейде бір сәт болады. Тілсіз, сөзсіз, бірақ бәрін айтады. Біз екеуміз сол сәтте бір-бірімізді таныдық. Бірінші аптада 12 бала болды. Жетімханадан алынған, бірақ мектеп жатақханасында тұратын. Оларды жинап сөйлестім. Ештеңе үйрете қойған жоқпын. Жай ғана отырдым, сөйлестім. Олар маған сұрақтар қойды. Мен жауап бердім. Жолдан, жүргізуден, өмірден. Бірақ сол аптаның соңында бірдеңе болды. Маған Серік аға хабарлады. Бауыржан аға, ертең менің кеңсеме келіңіз. Маңызды нәрсе бар. Не болды? Ертең, тілеймін. Ол тоқтатты. Мен не күтетінімді білмедім. Бірақ оның даусында бірдеңе бар еді. Қандай да бір ауырлық. Таңертең Серік ағаның кеңсесіне кіргенде ол жалғыз отырды. Үстелінде бірнеше қағаз. Оң жағында шай стакан, суыған, ішпеген. Ол маған қарады, жымимады. Бастан аяқ сабырлы, бірақ ауыр. Отырыңыз, Бауыржан аға. Отырдым. Мен сізге бір нәрсені айтуым керек. Бұл сіздің туралы. Бірақ мен де жама білдім. Мен тыңдадым. Ол қағазды алды. Маған берді. Мен қараным, ол қағазда менің атым жазылып тұр. Туған жылым, туған жерім, ата-анамның аты. Бұл қайдан шықты? Архивтен. Мен сіздің тарихыңызды іздедім. Сіз рұқсат еттіңіз бе? Жоқ. Кешіріміз. Бірақ мен мектеп директоры ретінде балалармен жұмыс жасайтын адамның тарихын білуім керек болды. Сосын тапқан нәрсем маған тыныш берместен. Ол тоқтады. Мен сезіп тұрдым. Ол ауыр нәрсе айтуға дайындалып жатыр. Айтыңыз. Сіздің анаңыз 7 жасыңызда қайтыс болды деп жетімхана жазбаларында тұр. Бірақ ол тоқтады. Анаңыз тірі. Зал тынды. Яғни мен тындым. Бүкіл ішім бір сәтте тоңып қалды. Яғни не дедіңіз? Анаңыз тірі. Алматы облысында тұрады. Жасы 61. Ауыл мұғалімі болып зейнеткерлікке шыққан. Мен ештеңе сезбедім. Яғни тым көп сезіп, ештеңе сезбей қалдым. Бұл болады. Кейде соғыс кезінде оқ тиеді де адам аузын ашады, бірақ дауыс шықпайды. Мен де солай болдым. Қалай? Жетімхана жазбаларын тексергенде мен де таң қалдым. Сіздің анаңыз сізді жетімханаға берген, ерікті түрде, 7 жаста. Сосын ол да кетіп қалған, бірақ өмірінен кетпеген. Неге? Білмеймін. Бұл сізге ғана белгілі болмайды, оған да сұрайсыз. Мен орнымнан тұрдым, терезеге қарадым. Сыртта мектеп ауласы. Балалар ойнап жатыр. Күн ашық. Тіршілік жай ғана жүріп жатыр. Ал мен 27 жыл бойы жетіммін деп жүрдім. 27 жыл анам жоқ деп жүрдім. Мен жалғыз деп жүрдім. Ал ол тірі. Алматы облысында. Зейнеткер мұғалім. Мекенжайы бар ма? Бар. Бірақ Бауыржан аға. Серік аға тоқтады. Мен сізді тоқтатқым келмейді. Бірақ ойланыңыз. Бұл қиын жолды. Ол сізді тастап кеткен адам. Жаңа жауап жоқ болса, сізге екесе ауыр тиеді. Мекенжайы. Ол маған беріп алды. Мен кеңседен шықтым. Дәлізде тоқтадым. Нұрлан жанымнан өтіп бара жатты. Ағай, бүгін спорт залға барамыз ба? Иә дедім, барамыз. Ол жүгіріп кетті. Мен оның артынан қарадым. 9 жастағы бала өмірге кіріп жатыр. Еш нәрседен хабарсыз қуана жүгіріп барады. Менде сол қағаз бар. Анамның мекенжайы. Кешке жатақханамда жалғыз отырдым. Қағазды қолым алдым, қойдым, тағы алдым. Санауым бойынша 15 рет алдым, 15 рет қойдым. Ақырында терезеге бардым. Аспан жұлдызды, суық, желсіз. Анам тірі. Бұл сөз миыме сыймады. 27 жылдай өткен болатын. Ол сіздің жасымызда, мен 7 жастаймын. Ол не сезіп мені тастады? Не болды? Жоқшылық па? Ауру ма? Үрей ме? Сыздыратын сезім бе? Мен оны асырай алмаймын деген. Мен жауабын білгім келді. 27 жылдан кейін. 2 күннен кейін барам деп шештім. Мекенжай Алматы облысы, Қарасай ауданы, шағын ауыл. 70 шақырымдай. Алматы. Мен барамын. Серік аға маған машина беруді ұсынды. Бас тарттым. Жеке барамын. Жолда бос болдым.
Миымде еш нәрсе жоқ, тек жол, тек дөңгелек, тек күн. Кейде ойладым, ол мені танитын ба? Кеше мен баламын, бүгін 34 жастамын. Шашым қысқа, жүзім жолдың жүзі, қолдарым жұмысшы. Ол мені тани ма? Ауылға жеттім. Кішкентай, 15-20 үй. Адамдарды сұрадым, аты жөнін айттым. Бір қарт кісі: Майра апа ма? Мынау жолдан кіресің, екінші үй. Екінші үй, ескі, бірақ таза. Сарғыш сыр, бақшада жер жырып тұрған әйел. Орта жасты, арық, шашы ақ. Менің жасыма барма сол кезде, бірақ уақыт оны да жасартпаған. Мен машинамнан шықтым, жаяу жүрдім. Ол менің қадамымды естіді, басын жоғары қолдырды, маған қарады. Мен де оған қарадым. Ол жанарларым, сол жанарларды тануға тырыстым. 7 жастан бері суретте де жоқ, естеліктерде де жоқ ол жанарлар. Бірақ таңғалдым, таныдым. Біз бір-бірімізге ұқсаймыз. Мұрнымыз бірдей, манжайымыз бірдей. Ол маған қарай жүрді. Жарты жолда тоқтады. Оның аузы ашылды, бірақ дыбыс шықпады. Мен де тоқтадым. Бауыржан, деді ол ақырын. Ол менің атымды білді. Кім екенімді бірінші қарасымда білді. 27 жылдан кейін атымды ұмытпаған. Мен ештеңе айтқым келмеді, бірақ ештеңе айтпай да тұра алмадым. Неге? Дедім ғана. Ол жылады. Тез, тоқтата алмай. Қолдарымен бетін жапты. Мен тоқтадым. Жылайтын ананың жанына баратын ұлдың не сезінетінін мен білмедім. Өйткені мен ешқашан сол сәтте болмаған жоқпын. Бірақ аяқтарым өздігінен жүрді. Жақындадым, тоқтадым. Иығына қолымды қойдым. Ол маған арқасын тіреді. Жылады. Мен де іштен бірдеңе жылады. Бірақ сырттан тоқтадым. 27 жыл мен сырттан тоқтай білдім. Бұл да жетімдіктен қалған нәрсе. Ол үйге кіргіздіруші берді. Үй таза, бірақ жарлы. Ескі орындық, ескі стол. Бірақ дастархан жайылған, шәй, нан, бауырсақ. Ол дайындалып тұрыпты. Мен деп дайындалды ма? Білмедім. Сосын ойладым, білетін болған. Серік аға оған хабарлаған болуы мүмкін, немесе білетін. Жай ғана ана сезімі. Отырдым, ол қарсыма отырды, шайды берді. Маған қарай алмады, қолдары дірілдеп тұр. Бауыржан, Айтыңыз дедім. Мен сізге баяндама жасаймын, жалтармаймын, барлығын айтамын. Бірінші сөзімнен соңғы сөзіме дейін. Жарайды. Ол бастады. Ол 27 жасында мені дүниеге алған. Менің әкем бар болатын. Жас жігіт, ауыл жігіті. Алайда мен туылған соң 1 жылда ол кеткен. Басқа елге кеткен. Ол жалғыз қалды. Жарлы. Үй жоқ, жұмыс жоқ, туыстары да суық. Мені асырауға шамасы жетпеген. Неге жетімханаға апардыңыз дедім. Неге туыстарына бермедіңіз? Туыстарым алмаған. Сізді бастан ауыр деген. Ол заманда жарлы балаларды алмайтын. Ал мен тіпті жарлы болдым. Жетімхана, онда балалар тамақ жейді, оқиды деп ойладым. Менде не бар еді? Ештеңе жоқ. Кейін неге іздемедіңіз? Ол тоқтады. Бұл сұрақ ең ауыр сұрақ болды. Іздедім деді ол ақырын. Не? Іздедім. 27 жылда 3 рет іздедім. Бірінші рет сіз 16-да болдыңыз. Жетімханаға бардым. Айтты. Кетіп қалды. Мекен жайы жоқ. Екінші рет 20 жаста болдыңыз. Тауып алмадым. Үшінші рет 25-те. Тауып алмадым. Неге маған хабарласпадыңыз? Қалай хабарласамын? Телефоныңыз жоқ, мекен жайыңыз жоқ, жолда жүресіз. Мен де жарлы, қалаға барып іздеуге шамам жетпеді. Мен тыңдадым оның сөздерін, оның дауысын. Ол жалтарып тұрмады. Ол шынымен айтып тұрды. Кейбір адамдар жалған айтса, дауысында бір жасандылық бар. Оның дауысы жасанды емес болды. Ол жылап, тоқтала айтты. Сіз маған ренжисіз ғой деді ол соңында. Білмеймін дедім шынымен. Мен де ренжу керек деп ойлап едім. Бірақ мен ренжуге шамам жетпейді. Мен 27 жыл бойы кінәлімін деп жүрдім. Жер астына кіргім келетін кездер болды. Кешіруіңізді сұраймын. Білемін, бұл сөздің де бағасы жоқ шығар. Бірақ сұраймын. Мен шайымды ішіп алдым, тыныш болдым. Іште жанған нәрсе бар. Ашу ма? Мүмкін. Бірақ ашудан гөрі бір нәрсе ауыр болды. Шаршаудай нәрсе күн. Бірақ 27 жылдай шаршаудың жиналып, бір сәтте шыға келу сияқты.
Мен ренжімеймін дедім. Бірақ түсінгім келеді. Сіз өз баланы жетімханаға тапсырдыңыз. Бұл оңай шешім болмаған. Сіз де ауырдыңыз, мен де ауырдым. Екеуміз де бір-бірімізсіз өстік. Енді не? Ол маған қарады. Жасы ағып тұр. Бірақ қарауылдан тысқары нәрсе бар жанарында. Үміт. Сол сөзден кейін үміт. Енді сіздің қолымызда, деді ол. Мен ойладым, ұзақ ойладым. Ол ана, мен ұлы. 27 жыл арамызда. Өткізілген уақытты қайтарып алу мүмкін емес. Сол жасты, сол күндерді, сол жалғыздықты еш нәрсе жоя алмайды. Бірақ бүгінгі күн бар. Мен мектепте жұмыс жасаймын дедім. Жетім балалармен. Жиі Алматыда боламын. Кейде хабарласарым. Болады, деді ол. Бірақ ана деп бірден айта алмаймын. Білемін, уақыт керек. Білемін. Мен тұрдым, шықпақ болдым. Есікте тоқтадым. Бір сұрағым бар. Айтыңыз, менің атымды кім қойды? Мен қойдым, деді ол. Бауыржан деген жігіттің аты. Батыл дегенді білдіреді. Мен сізді батыл болсын деп тілеген болдым. Мен шықтым. Машинаға мінген соң ұзақ отырдым. Бауыржан батыл. Ол маған ат қойған. Жетімханаға тапсырып кеткен, бірақ ат қойған. Батыл болсын деп тілеген. Атамды ешқашан ойламаған болатынмын. Мені Бауыржан деп кім атады деп ешқашан сұраған жоқпын. Жолда жүрдім, Алматыға қарай. Серік аға хабарлады. Қалай болды? Жақсы. Кездестіңіздер ме? Иә. Ендеше? Ендеше уақыт көрсетеді. Серік аға тоқтады. Сосын: Бауыржан аға, сіздің өміріңіз айтылуы тиіс өмір. Не дегеніңіз? Балалар сіздің тарихыңызды білуі тиіс. Жетімдіктен шыққан, адал болып өскен, орманда бала тапқан, анасын тапқан. Бұл тарих оларға керек. Мен айтпаймын. Болашақта айтарсыз, уақыт жетеді. Ол дұрыс болды. Уақыт жетті. Бірақ оған дейін тағы бірнеше нәрсе болды. Мен күтпеген нәрселер. Мектепте, жатақханада, Нұрланмен, және сол тойдан кейін туындаған нәрсемен. Мектепте жұмыстың екінші айы маған бірдеңені ашты. Кейін туындаған нәрсе. Нұрлан бар балалардан ерекше болды. Ол ақылды, бірақ жабық. Сабақта үнсіз, тамақта жылдам жеп бұрышқа кетеді. Ойын кезінде бар, бірақ шеттен қарайды. Кейде оның жанарларында бірдеңе бар. Оны сипаттауға сөз таппайтын едім. Кереңдік сияқты. 6 жастағы баланың терең жанарлары бұл ересектерді алаңдатуы тиіс. Бір күні мен жатақхананың дәлізінде жүрдім. Кеш болатын. Балалар ұйықтаған. Бір бөлмеден шырылдаудың дауысы шықты. Тыныш, тоқтала. Есікті ашам, дем алдым. Кірдім, Нұрлан. Төсегінде жастыққа бетін бастырып жылап жатыр. Нұрлан. Ол шошынып тұрды. Бетін жастықпен жауып алды. Ештеңе жоқ, деді. Жылап жатырсың? Жоқ. Нұрлан, дедім тыныш. Мен де осылай жылаған жоқпын бе? Жастыққа бетінді бастырып, бар болған. Ол жастықты алды, маған қарады. Беті ылғал. Ағай, сізде жылаған ба? Иә, жиі. Неге? Папамды, мамамды сағынғаннан. Ол тоқтады, ойланды. Мен де сағынамын. Бірақ олар тірі ме жоқ па білмеймін. Қайдан барды? Білмеймін. Мені ерте алып кетті. Мен сол кезде кішкентай едім. Сосын жетімханаға. Мен жанына отырдым. Сиырдың жініндей жін одеялға отырдым. Ол маған жақын сырылды. Балалар кейде дегенде білмей-ақ сырлады. Инстинктивті, жылылыққа қарай. Нұрлан, дедім. Мен де солай болдым. Маған да ешкім айтпады. Менің папам кетті. Мамам да жоқ болды. Мен де жетімханада болдым. Кейін шықтым. Жол бойымен жүрдім. 20 жыл жол. Кейін осы мектепке келдім. Сенмен кездестім. Содан не болды? Деді ол. Содан жақсырақ болды. Жақсырақ па? Иә, өйткені маған ерекше бір нәрсе болды. Жолда бала тапсам болды. Орманда жылаған бала. Сол баланың арқасынан менің өміріме жаңа адамдар кірді. Мектеп директоры, жетім балалар, сен. Нұрлан тоқтады. Ол бала кім болды? Аяулым деген қыз, 6 жаста, сен сияқты жасында. Ол аман ба? Аман. Папасының үйінде тұрады, бақытты. Нұрлан ойланды. Аман. Сосын, ағай, менің де бір күні солай болады ма? Не болады? Жақсы адамдар пайда болады ма? Мен сол сұраққа жауап бергім келді. Уәде бергім келді. Бірақ мен жалған уәде беретін адам емеспін. Жетімдіктен шыққан адамдар жалған уәдені тез байқайды. Болады, дедім. Бірақ сен де дайын болуың керек. Адал болу керек.
жақсы адам болу керек. Сонда ғана олар сені табады. Ол менің сөзіме сенді. Мен оның жанарларынан байқадым. Бала сенуге тез. Дұрыс адам сенімін оқтайды еді. Ол ұйықтады. Мен шықтым. Дәлізде тоқтадым. Өзімнің жетімхана кезімді есіме алдым. Мен де осылай жылаған жоқпын ба? Жастыққа бетімді бастырып, ешкім кірмеген болатын. Ешкім, мен де солай болдым демеген болатын. Бүгін мен кірдім. Бүгін мен айттым. Мектептің 3-ші айында Серік аға маған тағы жаңалық берді. Бұл жолы оның кеңсесінде емес, телефонмен. Бауыржан аға, ертең сіздің туған анаңыз мектепке келеді. Ол маған хабарлады. Балаларға бір лекция өткізгісі келеді, зейнеткер мұғалім ретінде. Мен тоқтадым. Ол біледі ме, мен осы мектепте деп? Иә, мен айттым. Сіз неге? Өйткені ол сізді іздеп тапты, ерік ретінде. Мен оны тоқтата алмадым. Және тоқтатқым да келмеді. Бауыржан аға, кейбір жараларды тек уақыт емес, батылдық жазады. Мен дайын емеспін. Ешкім дайын болмайды, тек барасыз. Ол жатты. Мен кешке жатпадым. Терезеден қарадым. Аспан бұлтты, жел бар. Ауа суық иіс шығарады. Жауын жақындап тұр. Анам ертең осы мектепте келеді. Осы дәліздерден жүреді. Менің балаларымды, Нұрланды, тағы 12-ін көреді. Мен де болам сол жерде. Не болады? Жауабын білмедім. Бірақ бір нәрсені білдім. Ол кездесу бізді екеуімізді де мүлдем өзгертіп жіберетін еді. Ол таңертең келді, сағат 9-да. Мен сыныпта едім, балалармен. Есік ашылды. Серік аға кіргізді оны. Ол ана. Менің анам, Майра. Ауыл мұғалімі, 61 жаста. Шашы ақ, мойын жаулық жамылған, беті сызықтар толы. Бірақ жанарлары тірі. Балалар оны қарады, жаңа адам. Нұрлан маған қарады, сосын оған қарады. Жаңа адам, мен де оған қарадым. Балалар, деді Серік аға, бүгін Майра апай сіздерге сабақ береді. Өмір туралы, тыңдаңыздар. Ол балалардың алдына шықты, маған қарамады. Немесе қараса да жанарларын тұтады. Мен де тұттым. Ол сөйледі. Балаларға, мұғалімдіктен, оқудан. 30 жылдай ауылда мектепте жұмыс жасады. Балаларды оқытты. Ол жақсы мұғалім болған сияқты. Дауысы байсалды, сабырлы. Балаларды тартады. Нұрлан алдыңғы қатарда. Аузын ашып тыңдайды. Сабақтың соңында Серік аға бөлмеден шықты. Балалар тамаққа кетті. Мен қалдым. Ол да қалды. Залда екеуміз ғана. Ол маған қарады. Мен де. Балаларды жақсы тартасыз дедім. 30 жыл деді ол. 30 жыл осылай тарттым. Ауылда жалғыз оқыттыңыз ба? Иә, 1-5 сыныпты жалғыз оқыттым. Шағын мектеп. Өкінбейсіз бе? Ол тоқтады. Мектептен жоқ. Өзге нәрселерден иә. Мен ештеңе айтпадым. Ол жақындады. Маған. 6 қадам. Тоқтады. Маған тура қарады. Бауыржан, мен сізге бір нәрсе берем. Сөмкесінен бір конверт алды. Ескі, сарғайған. Маған берді. Мен алдым. Ашқым келді, тоқтадым. Не бұл? Хаттар. Мен сізге жазып жүрдім. 27 жыл. Жібере алмадым. Адресіңіз жоқ болды. Бірақ жаздым. Жыл сайын. Туған күніңізде. Мен конвертті қолымда ұстадым. Іші қалым. 27 хат. Туған күнімді білдіңіз бе? Иә, метрикаңызда болатын. 27 жыл бойы ол менің туған күнімде хат жазған. Жіберілмеген хаттар бір конвертте жиналған. Осы конвертте. Оқисыз ба деді ол. Иә, бірақ кейін. Жарайды. Ол кетуге бет алды. Мен артынан. Майра апа. Ол бұрылды. Хаттарды оқыған соң хабарласамын. Оның жанарларында жас пайда болды. Бірақ жылаған жоқ. Тек рахмет деді. Кетті. Мен сол конверттен бөлмеде тұрдым. Жалғыз. Терезеден сыртты қарадым. Ол машинасына мінді. Кетті. Ауылына қарай. Кешке жатақханада конвертті ашылдым. Хаттарды алдым. 27 хат. Бәрі қолмен жазылған. Ескі сиямен. Кейде қара, кейде көк. Бірінші хат. Мен 8 жастағы кезінде жазылған. Кейде қара, Яғни, жетімханаға тапсырған соң, 1 жыл өткенде. Бауыржан, бүгін сенің 8-ші туған күнің. Мен осы хатты сенің оқымайтынын білемін, бірақ жазамын. Себебі мен сені ойлаймын. Сен ауырмайсың деп тілеймін. Жылымайсың деп тілеймін. Мені ойласаң, жаман ойламасаң деп тілеймін. Мен тоқтадым. Жалғастыра алмадым. Бөлмеде тыныш. Желдің дауысы ғана.
Мен 27 жылдан кейін 8 жастағы менің туған күнінде жазылған хатты оқып отырмын. Ол сол күні мені ойлаған. 8-імде ойлаған мені, жетімханадағы баланы. Мен жыладым. Ешкімге айтпас үшін айтамын. Сол кеш мен жыладым. Жастыққа бетімді бастырмай, ашық. Қолымда ескі хат. Жарықта хаттың сиясы. Іште 27 жылдың ауырлығы бір-бірге айналып жылап шықты. Таңертең жұмысқа бардым. Бет аузымды жуып, шай іштім. Нұрлан мені дәлізде тосып тұрды. Ағай, сіз жаман нәрсе болды ма? Жанарларыңыз? Жоқ дедім. Жақсы нәрсе болды. Кейде жақсы нәрседе жылататын болады. Ол ойланды. Бұл қалай? Уақыт болғанда түсінесің дедім. Ол маған сенді. Жүгіріп кетті. Мен артынан қарадым. 9 жасар бала осы дәлізде жүгіріп жатыр. Анасы жоқ, әкесі жоқ. Бірақ бүгін таңертең маған күліп амандасты. Мен осы мектепте 2 айда неге келдім деп түсіндім. Жол маған мұны жеткізді. Орман, аяулым, Серік аға, анам, барлығы бір жіппен байланды. Ол жіп мені бұл жерге алып келді. Бірақ ол кездесудің сыры кек менің жеке тарихым емес екен. Сол тойда одан да үлкен сыр жасырылып тұр еді. Бір айдан кейін Серік аға маған тағы шақырды. Бұл жолы жұмыстан тыс, кешке, кеңсесіне емес, үйіне. Отбасылық кеш деді ол. Аяулым сізді күтіп тұр. Барсам, аяулым есік алдында тұр. Менің бетімді көргенде жүгіріп келіп белімнен құшақтады. 6 жаста тез жылатады. Мен де бірдеңе сезіндім. Жылылық, таза жылылық. Дастарханда Серік ағаным жұбайы да отырды. Гүлназ апа, тыныш, сабырлы, ілтипатты. Маған сыйлықты жасады. Тамақ, жылы сөз. Мен ондай үйлерде сирек болатынмын. Отбасылық үй, гүл бар. Мен балалардың суреті ілулі. Шаңырақ иісі бар. Тамақ ішіп жатқанда Серік аға маған бірдеңе айтты. Ол мені осы күнге дейін айтпаған нәрсе. Бауыржан аға, мен сізге бір жұмыс туралы ұсыныс айтқым келеді. Бірақ бұл мектептен тыс. Не жұмыс? Бір байдың баласы бар, 13 жаста. Ата-анасы жарлыларды елемейтін адамдар. Тек өз ортасында тіршілік жасайды. Баласы зорлық-зомбылықпен өсіп жатыр. Мектепте де, үйде де. Оны шиеленіскеннен шығарғысы келеді. Бірақ ол адам қолын керек. Сенетін ересек адамды. Ол бала сіздің мектебіңізде ме? Иә, аты Дамир. Үлкен бай отбасынан, бірақ жалғыз. Іштен жалғыз. Мен ойладым, жарлы жетімдермен жұмыс жасаймын. Бай баласымен жұмыс жасау бұл бөлек. Мен оған қан сенімді боламын ба? Мен жетімдіктен шыққан адаммын. Ол байдың баласы. Бізде ортақ ештеңе жоқ. Бар деді Серік аға. Жалғыздық. Екеумізде де жалғыздық. Мен тоқтадым. Жарайды, кездесейік. Дамирмен кездесу келесі аптада болды. Мектепте. Ол биік, 8 жаста, шашы тараусыз, киімі асылған. Бірақ жанарлары фыспеткей. Ол маған қараған сәтте, сен менімен уақыт өткізгім келмейді деп тұрды. Бүкіл бейнесі соны айтты. Амансың ба дедім. Нормально, деді орысша. Сөйлесейік. О чем? Каз айт. Не болып жатыр? Өзім туралы айт. Ол маған қарады. Ескертетіндей. Сіздің жұмысыңыз ба? Жоқ, менің қызығушылығым. Маған ешкімнің қызығушылығы жоқ. Менікі бар. Ол тоқтады. Бірдеңе деп айтпақ болды, тоқтады. Маған тағы бір рет қарады. Сосын орнынан тұрып кетпеді. Отырды. Бұл жақсы белгі. Кетуі де мүмкін еді. Бірінші кездесу 20 минут. Ол аз сөйледі. Мен де аз сөйледім, бірақ жүрдім. Екінші кездесу 30 минут. Үшінші 1 сағат. Ол ақырын ашыла бастады. Ол айтты. Үйде тыныш жоқ. Ата-анасы жиі ұрсады. Тек жұмыс, тек пайда. Ол тек мектеп нәтижесі үшін керек. Үздік бол. Байдың баласы байдың мектебіне бару керек дейді. Оның өзі туралы ешкім сұрамайды. Сен не болғың келеді? Дедім бір күні. Ол таң қалды. Сұрамайды. Что? Үлкен болғанда не болғың келеді? Ол ұзақ ойланды. Сосын суретші, сурет салғың келеді. Жаман ба? Сал. Папам қаламайды. Суретшіден пайда жоқ дейді. Ал сен не дейсің? Ол маған қарады. Ешкім оған бұрын сен не дейсің деп сұрамаған сияқты. Мен сурет салсам тыныштанам. Іш шілейді. Бұл жеткіліксіз бе? Жеткілікті дедім. Ол маған сонда алғаш рет жылы қарады.
Дамирдің ата-анасы сол мектептегі демеуші отбасылардың бірі болды. Серік ағаға маған бір рет айтты. Олар тойда да болды, сізді де көрді, бірақ назар алдырған жоқ. Мен де оларды жетімханаға байдан болған сыйлықты беруші ретінде ғана көрдім. Ат жақсы дастарханымен, бірақ жылысыз. Бір кездесуде Дамир маған сурет алып келді. Мені салыпты. Жүк машинасындамын, жолда. Суреттің астына жазыпты: еркін адам. Мен ол суретке ұзақ қарадым. Сен мені осылай көресің бе? Иә, сіз ешкімге тәуелді емессіз. Ешкімнің алдында басыңызды игеніңізді көрмедім. 13 жастағы баланың сөзі. Еркін адам. Мен 20 жыл жолда жүрдім. Жалғыздықтан, жетімдіктен. Бірақ ол мені еркін деп таныды. Кейде сырттан қараған адам ішімізді жақсырақ таниды. Сол аптада Серік аға маған тағы жиналыс туралы айтты. Бұл жолы жабық демеуші жиналысы. Мектепке демеуші болатын бай отбасылар. Дамирдің ата-анасы да болады. Серік аға мені де шақырды. Балалармен жасаған жұмысымызды ұсынасыз деп. Мен ол жиналысқа барғым келмеді. Байлар тобы. Мен жүк машинасынан жеңіл ауысқан наставник. Бірақ Серік аға тоқтатты. Барыңыз, сізге керек болады. Кек сізге емес, балаларға да. Барам деп уәде бердім. Ол жиналыс мектепте, үлкен залда, жексенбі күні болды. Кіргенде 15-ке жуық адам. Бәрі костюмде, бәрі зәулім. Дамирдің ата-анасы да бар, ортада, ең жақсы орында. Әкесі ірі, шашы тараған, жанарлары суық. Анасы сылтырлаған, бірақ жымимайды. Олар маған бір қараса, үстімнен асты. Серік аға сөйледі, мектептің жұмысы туралы, жетім балалар туралы, менің жұмысым туралы. Аға сөйледі. Бауыржан жетімдіктен шыққан, 20 жыл жолда жүрген, балаларға тірек болып жатқан адам деп таныстырды. Мен тұрдым. Барлығы маған қарады. Дамирдің әкесі жанарлары суық. Маған қарай, бірдеңені бағалаған сияқты. Мен онымен бір сәт байластым. Сол сәт, ол да мені, мен де оны оқыдым. Ол мен туралы білетін сияқты. Жетімдіктен, жолдан. Ал менде оның туралы аз ғана болса да бірдеңе бар еді. Дамирдің айтқандарынан. Жиналыс аяқталды. Адамдар тарады. Серік аға маған жақындады. Жақсы болды. Дамирдің әкесі маған бірдеңе айтпады. Бірақ байқап кетті. Бауыржан аға, мен сізге ескертейін. Ол адамның ашуын алудан сақтаныңыз. Ол күшті адам. Мектептегі бірінші демеуші. Оның сөзін ешкім қарсыламайды. Мен неге сақтануым керек? Дамир маған сізді жақсы көретін айтты. Ата-анасы бұл туралы білді. Оларға ұнамауы мүмкін. Неге? Өйткені олардың баласы жарлы жетімге жақын. Олардың ойынша бұл лайықты емес. Мен ол сөзге тоқтадым. Лайықты емес. Байдың баласы жетімнің жанында болуы лайықты емес. Мен сол кезде ашуландым ба? Иә, ашуландым. Бірақ сабыр ете білдім. Жол адамды шыдамдылыққа үйретеді. Бірақ ол мәселе осы жерде тоқтамады. Ол ушыға берді. Және ушыққанда мен дайын болмадым. Ол оқиғаға жексенбіде болды. Мектеп демалысы. Дамир маған хабарлады. Сабақтан тыс кезде де жиі хабарласа бастаған болатын. Ағай, кездесейік дейтін. Мен бар уақытта кездесетінмін. Сол күні ол маған парктен кездесуді ұсынды. Кіші парк, мектептің жаны. Мен бардым. Ол скамейкада отыр. Суретін алып келіпті, жаңасы. Суретте жетімхана. Ескі ғимарат. Алдында бала, жалғыз. Аспан, сұр. Суреттің атауы жазылыпты. Кеше. Мен ол суретке ұзақ қарадым. Бұл менің тарихым ба? Иә, сіз айтқандардан салдым. Жақсы салған. Ағай, ол тоқтады. Мен сізге айтқым келетін нәрсе бар. Маңызды. Айт. Папам, кеше маған сізбен кездеспеуімді айтты. Мен тыңдадым. Неге? Ол бөтен адам. Жүк машинасынан шыққан. Сенің ортаңа сай емес деді. Мен үндемедім. Жүк машинасынан шыққан. Ішімде бірдеңе тыжырынды, бірақ сыртым тыныш болды. Сен не дедің? Мен ештеңе деп айта алмадым. Ол папам. Мен оған қарсы айта алмаймын. Қарсы айтудың қажеті жоқ дедім. Бірақ не сезіп тұрсың, соны айт маған. Дамир тоқтады. Мен сізсіз маған ауыр болады деп сезіп тұрмын. Сіз алғаш рет сен не болғың келеді деп сұрадыңыз. Ешкім бұрын сұрамаған еді. Ешкім? 13 жаста. Ешкім мен не болғың келетін сұрамаған деу, бұл жай сөз емес. Бұл оның ішіндегі жалғыздықтың сыры. Дамир дедім. Мен саған бір нәрсені айтайын.
Өмірінде адамдар болады. Олар сенің ортаңа сай емес деп айтады. Бірақ сайлық киімде емес, кірдесінде де емес, сайлық жүректе. Адал адам кез келген ортаға сай. Ол маған қарады. Папам сізді жаман адам деп айтпады, лайықты емес деді. Айырмашылық бар ма? Бар дедім. Жаман дегені мінезге баға, лайықты емес дегені орынға баға. Мен лайықты орынды іздемеймін, жай адам болуды іздеймін. Ол тоқтады, ойланды. Сосын, мен де жай адам болғым келеді. Мен оны үйіне шығарып салдым. Бізде кеткен соң Дамирдің әкесінің машинасы парктың жанында тұрғанын байқадым. Ол мені байқады ма? Білмедім. Бірақ тұрды, машинада, ұзақ. Кешке Серік аға хабарлады, дауысы ауыр. Бауыржан аға, Дамирдің әкесі міне хабарласты. Сізді жұмыстан шығаруымды талап етті. Мен тоқтадым. Неге? Ол менің балама жаман ықпал жасап жатыр дейді. Мен бас тарттым. Бірақ ол мектепке демеушілік береді. Мен оны да ұмыталмаймын. Серік аға, сіздің шешіміңіз? Менің шешімім, мен сізді шығармаймын. Бірақ ол қысымды күшейтуі мүмкін. Дайын болыңыз. Дайынмын. Ол жапты. Мен терезеге бардым. Аспан жылдызды. Тыныш. Жел жоқ. 20 жыл жолда ешкіммен жанжалдаспадым. Жол адамды жанжалдан тыс ұстайды. Бірақ мектепте жанжал мені тапты. Бай баласымен дос болғаным үшін. Бай баласы жетімге жақын болмасын деген. Ол кеш мен анамның хаттарын тағы оқыдым. Бай баласы жетімге бір хатта жазыпты. Бауыржан, мен сенің кез келген жерде тік тұрғанымды тілеймін. Еңкейме, ешкімнің алдында еңкейме. Мен ол сөзді оқыған соң шештім. Еңкеймеймін. Дамирдің әкесінің алдында да еңкеймеймін. Бірақ ол адаммен кездесу алда тұрды. Және ол кездесу мен күтпеген жерде болатын еді. Бір апта өтті. Мектепте тыныш. Дамир келіп кетіп жатты. Бірақ аса жақындамады. Ата-анасынан қорқатын болды. Нұрлан жақсарды. Сурет саларын үйрене бастады. Дамирден. Олар бір-бірімен кездесіп сурет салды. Байдың баласы мен жетімхана баласы бірге сурет салды. Бұл маған ең қымбат сурет болды. Бір күні Серік аға маған айтты. Ертең Дамирдің әкесі Қайрат Маратович мектепте келеді. Сізбен жеке сөйлескісі келеді. Мен сезіндім. Бұл кездесу жай емес. Ол маған бірдеңе айтады. Немесе бірдеңе талап етеді. Ертеңіне ол келді. Ірі, жүзі суық, костюм асылған. Конференц бөлмеге кірдік. Серік аға да болды. Үшеуміз. Қайрат Маратович үстелге отыра сала. Бауыржан, мен тура айтам. Сіз менің балама бейтаныс адамсыз. Жетімдіктен шыққан. Жүк машинасынан шыққан. Менің балам басқа өмірде өседі. Сіздің ықпалыңыз оған тиімді емес. Мен тыңдадым. Дамир суретші болғысы келеді, дедім. Ол маған айтты. Суретші болуына мен жол бермеймін. Неге? Себебі мен оның өмірін білемін. Сіз білмейсіз. Мен де айтайын, дедім тыныш. Мен оның ішінде не бар екенін білемін. Ол маған айтты. Өзінің армандарын, өзінің жалғыздығын. Ол үйде тыныш емес. Ол ешкімге сенбей кеткен бала болатын. Бірақ айтты, сенді. Қайрат Маратович тоқтады. Бұл менің отбасылық мәселем. Иә, дедім. Бірақ мен де айта аламын. Баланың жалғыздығы жарлы үйде де, бай үйде де бірдей ауыр. Зал тынды. Ол маған қарады. Мен де оған қарадым. Серік аға екеумізді байқап отырды. Ештеңе айтпады. Қайрат Маратович бір сәт жымиды. Жымие емес, бірдеңе еріне жұқсты. Сосын, сіз батыл адамсыз. Атым Бауыржан. Батыл деген мағынасы. Ол тоқтады. Маған тікелей қарады. Батыл деген мағынасы. Бірдеңе іздеп тұр сияқты жанарларынан. Сосын, сіздің тарихыңызды Серік маған айтты. Жетімдіктен шыққан, жолда өскен. Мен... Ол тоқтады. Ауыр тоқтады. Мен де жетімдіктен шыққанмын. Мен ойламадым. Таңғалдым. Иә, байдың баласы емеспін. Ауылда туылдым. Жетімханада болдым. 20 жылда байыдым. Бірақ... Ол тоқтады. Байыған соң іштегі жетімді ұмыттым. Балама бергім келмеді. Байдың баласы жетімдіктің ізімен жүрмесін деп. Сондықтан оны тежедім. Барлық жақтан. Мен тыңдадым. Бұл күтпеген сырлым болды. Бірақ, деді ол ақырын, оны тежеген сайын ол менен алыстай берді. Серік аға бір сөзде айтпады, тек тыңдады. Мен де тыңдадым.
Бай адамның ішкі жарасы менің жарамнан бөлек болмаған еді. Екеуміз де жетімдіктен, екеуміз де жалғыздықтан. Ол байлықпен жапты, мен жолмен жаптым. Бірақ жара екеумізде де тұрған. Мен Дамирге сіздің тарихыңызды айтайын ба дедім. Ол тоқтады. Айтымыз деді ол ақырын. Сол сөз маңызды болды. Айтымыз деп айтқан Қайрат Маратович бай демеуші емес. Ол іштен жетімдіктен шыққан, баласына жете алмаған, бірақ ақырын ашылуға дайын болған адам еді. Серік аға сол сәт күлімді, жай ғана, сабырлы. Жиналыс аяқталды. Шығарда Қайрат Маратович маған қол берді. Мен де. Берік ұстады. Бауыржан деді ол. Сіз лайықты адамсыз. Алғыс дедім. Ол кетті. Мен Серік ағамен дәлізде тұрдым. Бұны күттіңіз бе дедім. Иә, деді Серік аға. Мен оның тарихын білдім. Ол жетімдіктен шыққан байды. Екеуіңіздің кездесуіміз бір нәрсені ашады деп үміттендім. Ашты. Сіз тойда да осылай жоспарладыңыз ба, мені шақырғанда? Ол маған тікелей қарады. Иә, деді ол тыныш. Ол тойда Қайрат та болды. Мен сіздерді кездестіргім келді. Бірақ сол кеш жетпеді. Уақыт керек болды. Неге маған айтпадыңыз? Айтсам, сіз барар ма едіңіз? Мен ойландым. Жоқ. Барар ма едім? Мүмкін жоқ. Байлармен кездестіруге шақырылып жатырмын деп естісем, мен бармаста едім. Жоқ дедім. Сондықтан айтпадым. Деді Серік аға жымиды. Бармаста едім. Бауыржан аға, өмір кейде жол сияқты. Барар жерінді білмей шығасын, бірақ жол өзі апарады. Мен сол сөзді ойланып кеттім. Жол өзі апарады. Мен 20 жыл бойы жол бойымен жүрдім. Сол жол мені осы жерге апарды. Анама, Нұрланға, Дамирге, Серік ағаға, аяулымға. Барлығы бір жол бойынша болды. Кешке анама хабарластым. Ол жауап берді. Дауысы сабырлы, бірақ жылы. Бауыржан? Иә, мен. Хаттарды оқыдым. Үнсіздік. Бәрін оқыдыңыз ба? Бәрін. Не сезіндіңіз? Мен тоқтадым. Не сезіндім? Ашу? Болды. Ауыртпалық? Болды. Бірақ ол хаттарда туған күнімде, жыл сайын, мені ойлаған адам болды. Жарлы, жалғыз, бірақ ойлаған. Сізді сағындым дедім. Мен бұрын соңды айтпаған едім, бірақ сізді сағындым. 7 жасынан бері. Телефонда тыныш болды. Ол жылады. Мен сездім, жылап тұр. Тоқтата алмай. Бауыржан, жылама. Жарайды. Бәрі жарайды. Рахмет. Демалыста барамын, ауылыңызға. Жарайды ма? Жарайды. Тосамын. Телефонды қойдым, аспанға қарадым. Жұлдыздар толып тұр. Мен 20 жыл бойы осы аспанды жол бойынан қарадым. Жалғыз. Бірақ бүгін жалғыз емеспін. Анам бар, Нұрлан бар, Дамир бар, Серік аға бар, аяулым бар. Бір тойдан бүкіл өмір өзгерді. Бірақ ол өзгерістің ең маңызды сәті алда тұрды. Ол сәт мені мүлдем тербетіп жіберетін еді. Және ол мейрамханада, байлардың ортасында, барлығы ортасында болды. Бір айдан кейін Серік аға тағы той ұйымдастырды. Бұл жолы да жайлау мейрамханасы. Бірақ бұл мектептің жылдық жиналысы. Мектеп демеушілері, мұғалімдер, балалар, барлығы бірге. Серік аға маған айтты. Бауыржан аға, сіздің тарихыңызды айтыңыз, балаларға, демеушілерге, барлығына. Мен ондай адам емеспін. Сіз сол адамсыз, тек білмейсіз. Мен барам деп уәде бердім. Сол кеш, сол мейрамхананың залы тағы жарықпен жанды. Асылған шамдар, ақ дастархандар. Адамдар сылтырлаған киімде. Дамирдің ата-анасы бар. Мейрамханада үлкен стол жанына отырғанда жанымда Нұрлан отырды. Оны да алып келдім. Ол мені ұстап алды. Бұрын мейрамханада болмаған. Ағай, мұнда барлығы бай ма? Деді ол ақырын. Иә, сонда мен де отыруыма болады ма? Нұрлан дедім, кез келген жерде отыруыңа болады, есінде ұста. Ол маған қарады, сосын басын изеді. Дастархан басталды, тамақтар, сөздер. Серік аға микрофон алды. Бүгін арамызда ерекше адам бар, Бауыржан, мектептің наставнигі. Ал мен сіздерге оның тарихын айтқым келеді. Өйткені бұл тарих менің балаларыма, сіздердің балаларыңызға және өзімізге де керек. Мен тыңдадым. Серік аға менің тарихымды айта бастады. Жетімдіктен, анамнан, жолдан, орманнан, аяулымнан, анамды табудан, Нұрланнан, Данирден, барлығын. Зал тынды, толық тыныш, шанышқы дыбысы да жоқ.
Барлығы тыңдады. Нұрлан маған ысырылды. Иығын иығыма тіреді. Ол білді ме, маған тірек болып тұрғанын. 9 жасар бала маған тірек болды сол сәтте. Серік аға бітіргенде, «Бауыржан аға, сіз бірдеңе айтасыз ба?» Мен тұрдым. Залда 30-40 адам. Байлар, мұғалімдер, балалар, барлығы маған қарады. Мен не айтарымды дайындаған жоқпын. Ораторлық үйренген жоқпын. Жол бойы, жалғыз жүргенде ешкімге сөз айтпайсың. Бірақ сол сәтте іштен бірдеңе шықты. Тоқтата алмадым. Мен жетімдіктен шыққанмын дедім. 7 жасымнан бері жалғыз жүрдім. Жетімханада жылудан гөрі суықты көп сезіндім. Онда да жақсы адамдар болды, бірақ аз болды. 16-да шықтым, жұмыс іздедім. Жолға шықтым. 20 жыл жолда жүрдім. Мен тоқтадым. Залда тыныш. Жол маған бір нәрсені үйретті. Адам жалғыз болса да адал болуы керек. Кім болса да адал. Бай болса да, жарлы болса да, жетім болса да. Адалдықтың бағасы жолда білінеді. Ешкім жоқта, ешкім көрмегенде сен қалай жасайсың? Мен орманда жылаған баланы көрдім. Тоқтадым. Бұл үлкен ерлік емес, бұл жай ғана адам болу. Бірақ кейде жай ғана адам болу ең қиын нәрсе болады. Зал тағы тыныш. Мен анамды 27 жылдан кейін таптым. Ол маған жыл сайын хат жазып жүрген. Жіберілмеген хаттар. 27 хат бір конвертте сайын хат жазып жүрген. Ол хаттарда туған күнімде маған тілек жазып жүрген адам болды. Мен сол хаттарды оқыған кеш бірінші рет ашық жыладым. Жастыққа бетімді бастырмай, ашық. Өйткені ешкімнің алдында ұялмадым. Жылау ұят емес, жылау тірі екенінің белгісі. Мен тоқтадым. Залды бір рет қарадым. Алдыңғы қатарда Нұрлан. Оның жанарлары ылғал. Ол жылаттыр, бірақ бетін жаппай ашық отыр. 9 жасар бала ашық жылап отыр, ұялмай. Нұрланның жанында Дамир, байдың баласы, 13 жаста. Ол да жылап отыр. Суретші бала, іштен жалғыз бала. Ол да ашық. Одан арда Қайрат Маратович, Дамирдің әкесі, бай адам. Жетімдіктен шыққан байлықпен жабылған адам. Оның жанарларында жас. Ол жасын сүртпеді, ол да тоқтамады. Одан арда мейрамхананың есігі жанында Майра апа, менің анам. Ол қалай келді білмедім. Серік аға шақырған болу керек. Ол есік жанында тұр, маған қарай тұр, жылаттыр. Қолмен аузын жапқан, бірақ иықтары дірілдеп тұр. Мен оны көргенде сөзім тоқтады. Зал ол да байқады. Барлығы есікке қарады, Майра апаға. Серік аға микрофонды алды. «Бауыржан аға», деді ол ақырын. «Анаңыз осында». Мен микрофонды қойдым, залдан өттім. Адамдар жол берді. Бір-бірден, үнсіз, ешкім сөз айтпады. Мен есікке жеттім. Анама жеттім. Ол маған қарады, мен де оған. 27 жылдан кейін мейрамхананың есігінде, байлар мен жетімдердің арасында, барлығының алдында. «Бауыржан», деді ол, дауысы дірілдеп. Мен ештеңе айтпадым, тек жақындадым. Ол маған қол созды, мен де. Алдымен қол ұстастық. Сосын ол маған жақын келді. Иығыма бастырды, жылады. Мен де жыладым. Бұл жолы да ашық. Мейрамхананың ортасында, барлығының алдында ашық жыладым. Зал тыныш болды. Тым тыныш. Сосын біреу шапалақтады. Содан кейін тағы біреу. Содан кейін бәрі. Мен шапалақтауды естідім, бірақ анамның иығы дірілдеп тұр еді. Мен оны ұстадым, берік ұстадым. Жетімдіктен бері ешкімді осылай ұстамаған едім. Тырнап, берік, жіберілмей. Біз ол залда ұзақ тұрдық. Ешкім бізді тарқатқан жоқ, жіберілмей. Сосын Нұрлан жүгіріп келді. Ол бізді екеуімізді де құшақтады. Мені де, анамды да. 9 жасар бала, жетімханадан шыққан, осылай жасады. Жай ғана, ойланбай, жүрегімен. Анам Нұрланды да ұстап алды, жылады. Мен де. Дамир скамейкадан тұрды, жақындады, тоқтады. Қайрат Маратович те тұрды, залдан шықты. Есікте тоқтады, бізге қарады. Ұлына, Дамирге қарады. Сосын жақындады. Дамирдің иығына қолын қойды. Дамир бір сәт тоқтады. Сосын әкесіне бұрылды. Қысты. Берік. 13 жаста бала 20 жылдан кейін тұңғыш рет берік қысты. Қайрат Маратович жылады. Ол да ашық. Мейрамхананың ортасында, барлығының алдында. Серік аға залдың ортасында тұрды, маған қарады, жымиды. Ол жымиуда бәрі бар еді. Мен білдім деген,
уақыт жетті деген, осы үшін шақырдым деген. Бір тойдан 2 жыл өтті. Бүгін мен мектепте. Нұрлан 11 жаста, оқиды, сурет салады. Дамирден үйренген. Дамир 15 жаста, суретші болу жолында. Қайрат Маратович рұқсат берді. Ол рұқсатты беру оның өзі үшін де жеңіс болды. Майра апа зейнеткер, бірақ айына 1 рет мектепке келеді, балаларға сөйлейді. Нұрлан оны Майра апай дейді. Ол оған жылы қарайды. Мен оны апа деп атай бастадым. Бірден емес, уақытпен. 2 айда айтып кеттім, сезбей-ақ. Ол жылады. Мен де бірдеңе сездім. Сол сезімді атауға сөз таппаймын. Бірақ жыллық. Тым тереңнен шыққан жыллық. Жолды тастамадым. Кейде демалыс күндері машинаға мінемін. Жолға шығамын. 1-2 сағат. Жол бойымен жүремін. Жалғыз. Радио тыңдаймын. Терезеден ормандарды, даланы, тауларды қараймын. Жол маған бәрін берді. Ол орманнан аяулымды тауып алғаным байдың дастарханына апарды. Сол дастархан мектепке апарды. Мектеп анама апарды. Ана жарасымға апарды. Жол өзі апарады. Барар жерінде білмей шығасың, бірақ апарады. Менің атым Бауыржан, батыл деген мағынасы. Анам сол атты қойды. Мен сол атты ақтауға тырыстым. Ақтадым ба? Білмеймін. Бірақ тырыстым. 27 жыл бойы жалғыз, сосын бірге. Бірақ Нұрлан кеше маған айтты: «Ағай, мен үлкен болғанда не болатынды білемін. Не болмақсың? Сіз сияқты болмақпын. Қалай? Тоқтайтын адам болмақпын. Кімді болса да көрсем тоқтаймын. Жылдам өтіп кетпеймін». Мен оған қарадым. 9 жасар бала емес, 11 жастағы жігіт. Жанарлары анық, мөлдір. Жақсы адамның жанарлары. «Жарайды, Нұрлан», дедім. «Сенімен мақтанамын». Ол күліп кетті, жүгіріп кетті. Дәлізде дауысы шықты. Дамирді шақырып жатыр. Тағы бірге сурет салмақ. Мен терезеге бардым. Сыртта күн, жылы. Ауада жазғытұрымның иісі. Жер ерігін келеді. Ағаштар бүршік атқалы тұр. Осы өмір менің өмірім. Жетімдіктен шыққан, жолда өскен. Орманда бала тапқан, анасын тапқан. Жетімдерге тірек болған, байды жылатқан, өзі де жылаған. Бұл ең үлкен бай болудан да, ең жоғары мансапқа жетуден де маңызды өмір. Өйткені бұл шын өмір, менің өмірім.